Hi everyone, welcome to my channel. My name is Umut. Сәлем достар, сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгіннен бастап біз ағылшын тілінің нөлдік деңгейден басталған видео сабақтарын үйренетін боламыз. Ал бүгінгі сабағымызда сіздерге бастапқы деңгейдегі ағылшын тілінің әріптерімен және қалай дыбысталуымен танысатын боламыз. Онда кеттік. The alphabet дегеніміз әліппесі. Бәрімізге белгілі ағылшын тіліндегі әліппеде 26 әріп бар екендігін білеміз. Енді олардың жазылуыменен және оқылуыменен танысатын боламыз. Өздеріңіз көріп отырғандай, экрандағы мына әрбір әріптер осы ағылшын тіліндегі қызыл түсті белгіленгені дауысты дыбыстылар. Ал оның қасында тұрған мына тік жақшаның ішіндегі осы әріп белгісі таңбасын дыбыстайтын дыбыс таңбасы. Осы әріпті оқимыз, яғни осы дыбыс таңбасына негізделіп. Онда болса, осы 26 әріпті бізге берілген осы 26 әріптің ішіндегі қызылдарының бәрі дауысты дыбыс. Өзімізге белгілі 5 дауысты дыбыс, бірақ 6-шысы мынау өзгешелеу, негізі ерекше деп те түсіндірсек болады. Бұл кейде дауысты, кейде дауыссыз болады. Қай кезде дауысты, қай кезде дауыссыз екенін келесі сабақта көретін боламыз. Енді мынаған қарайық. Бірінші әріп болса A. Бұны дыбыстаймыз. A. A әріпін дыбыстау үшін, дұрыс дыбыстау үшін тамағыңызға бір саусағыңызды апарыңызда кеңірдектен арға итеріп A. Немесе қазақ тіліндегі ей бала қайда барасың деп жаттықсақ та дұрыс дыбыстайтын боламыз. A. B. Ағылшын тіліндегі дыбыс таңбасының соңына келетін қос нүктені біз міндетті түрде созып дыбыстау керекпіз. Созып дыбыстауымызсақ дұрыс шығады. B. C. D. E. Бұл осы И әріпін дұрыс дыбыстау үшін екі саусағыңызбенен езуіңізден қайтесіз артқа қарай тартып аузыңызды артқа қарай тартып И деп дыбыстасаңыз дұрыс дыбысталады. Немесе таңертең тұрып бір шыны сүт ішесіз, соның сүтті ішіп болғаннан қарасаңыз шынның түбінде бір тышқан өліп отырады. Не деп дыбыстайсыз? И деп дыбыстайды. Дәл сол дыбыстаған дыбысыңыз осы әріпті оқумен бірдей болады. И, F. Бұл бейне кішкене иттің үрген дыбысымен бірдей. F. Үстіңгі тісіңізді астыңғы ерніңіздің үстіне әкеп қойсаңыз ғана болды. F. G. H. I. Бұл қазақ тіліндегі аспандағы ай дегенмен бірдей. Аспандағы ай, дәл солай дыбыстасаңыз болды. I. J. K. L. M. N. O. Бұны енді өте қызық. Апау десең не деп айтады? Оу деп айтады үйдегілер. Онда апалар дұрыс дыбыстайды осы әріпті. Дұрыс оқиды былайша айтқанда. Оу. Апау. Оу. P. Q. R. S. T. U. V әріпін дыбыстаған кезде астыңғы ерніңізді тістеп тұрып тісіңізбен В осындай оқысаңыз дұрыс болады. V деп. Егер астыңғы ерніңізді тістемесеңіз, онда ол әріп V болып қалады да дұрыс дыбысталмайды. V.
V ерніңізді тістеп тұрып қойып бересіз. V, V, W, 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 X, 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 Y, 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 Z, Z. Бұл Z деп те дыбысталады, Z деп те дыбысталады. Z, 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 Z. Онда болса, сабағымыздағы осы ағылшын тіліндегі бүгінгі сабағымызда 26 әріпті дұрыс дыбыстау және дұрыс оқу, жазылудың үлгілерімен таныстық. Енді жалпы ағылшын тіліндегі 26 әріптің ішінде 5-еуі дауысты дыбыс, 1-еуі кейде дауысты, кейде дауыссыз. Осыны естеріңізге берік сақтаңыздар. Ағылшын тілін жақсы үйренудің бірден бір алғы шарты осы 26 әріпті дұрыс дыбыстап, дұрыс жазалу. Себебі кейбір әріптердің біз шатастырамыз. Мысалға алып айтатын болсақ, мынаған қарайық. Қазір біз бәріміз білеміз, I десек, мынау есімізге келу керек. I десек. Бірақ өкінішке орай біз оны мынамен шатастырамыз. Бірінші әріп болған A әріпімен шатастырып аламыз. Сондықтан I, солай көбірек жаттаңыздар. Бүгінгі сабағымыз осыраға дейін. Келесі сабақта кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.